Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Қазір сіздермен тікелей эфирде жұмыс істейтін боламыз. Құдай қаласа. Қайырлы күн, достар. Амансыздар ма? Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Барлығы ойдағыдай деп үміттенеміз. Карантин уақыттарыңызды тиімді әрі пайдалы өткізіп жатқан шығарсыздар деген үміттеміз. Және осы сәтті пайдалана отырып, кішкене адам саны жиналғанша қысқаша кіріспе сөз айта кетейін. Қазір мен оған ниетті. Ол қосылғаннан кейін барып, біз сіздермен тікелей эфирде сұхбатымызды, әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Сәл күте тұрайық, сәл тоса тұрайық. Егер сіздер біздің тікелей эфирден ажырамасаңыздар, қызықты және әдемі сұхбат тамашалайсыздар деген үміттемін. Қазір мен өзімнің досымды әрі ақын жас аудармашы Алпамыс Файзолланы тікелей эфирге шақырып жатырмын. Мінекей, айтып ауыз жиғанша болған жоқ, Алпамыс өзі қатарға келіп қосылды. Алпамыс, ассалаумағалейкум, армысың? Уағалейкум ассалам, Жанболат. Сондай-ақ осы сәтті пайдалана отырып, менің достарыммен және сенің достарымен де амандаса кетейік. Біздің тікелей эфирге қосылып отқандарыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум, ағайын. Армысыздар. Бізде кеше 20 минут онлайн сұхбатын хабарлаған болатынбыз. Яғни оның аясында біз жас ақын аудармашы Алпамыс Файзолламен бірге онлайн сұхбат жасауды көздеп хабарлаған едік. Олай болса, сөзден іске көштік. Бүгін біздің тікелей эфирімізде Алпамыс Файзолла. Алпамыс туралы қысқаша анықтама бере кетейік. Алпамыс, сен қай жылы тудың? Мен 1995 жылы. 1995 жылы дүниеге келген. Орал, Батыс Қазақстан облысына қарасты Орал қаласының тұрғыны, азаматы. Ендеше қысқадан нұсқа бірден әңгіме төркініне көшейік. Әдебиет туралы болмақ, және Алпамыстың шығармашылығына да арнасақ деген ойымыз бар. Сондықтан тікелей эфирді тамашалап отырған достарым, мүмкіндігінше белсендірек болып, сұрақ қойып, сауал жолдап отырсаңыздар, мүмкін қызықты болар. Сіздер де өздеріңізге керекті дүниені біздің бүгінгі тікелей эфирде естіп қаларсыздар деген үміттеміз. Жалпы Алпамыс, өлеңге алғашқы басқан қадамың қандай? Жалпы әдебиетке сені жетелеп әкелген не нәрсе? Сол туралы айтып өтсең. Рахмет, Жанболат. Жалпы әу демейтін қазақ жоқ дейміз ғой. Қазақ халқы өзі ақын халық, сөз өнері, шешендік қабілет әр қазақтың бойында бұғып жатқан қасиет деп ойлаймын. Менің өзім әкем Бауыржан Ғұбайдуллин деген жазушы, журналист кісі. Бала кезімізден бізді уақытты тиімді пайдалануға, еңбектенуге және ең бастысы әрдайым білімімізді арттыруға, тұрақты түрде кітап оқуға баулады. Енді солай іздене келе, оқи келе, бірте-бірте бойымдағы өлең жазатын қабілет ашылған сияқты. Сондай. Жалпы өлең жазу деген қазақтың қанында бар дүние секілді көрінеді маған. Кейбір кезде, жалпы бала кезімде мен де өлең жазған жоқпын емес, бірақ оны қаншалықты өлең деуге келеді, келмейді, мен білмеймін. Мүмкін дәл қазір бізді тамашалап отырған көрермендеріміз де өзінше бір өлең жазатын шығар деп ойлаймын. Сол секілді қазақтың қанында бар деп жатқаным сол ғой. Шамалы бой жетіп, ер жеткеннен кейін қыздарға деген сезімін оянған кезде, әйтеуір бір сезім саған түрткі болған кезде өлең жазуға деген құлшыныс болады ғой, мойындайтын шығарсың өзің. Сол секілді ең алғаш бір өлең жазуға себепкер болған дүние мүмкін сол махаббат шығар, Негізі расында да Мұқағали Мақатаевтың өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта деген өлең жолдары бар. Расында да мына шабыт деген ол мына желсіз күнгі беті
тымық, айдын сияқты көңіл күйің сондай бір жайбарақат, ешқандай бір шаттанған, ерекше бір қуанышың болмаса, бірдеңеге уайымдаған, айрықша бір мұңың жоқ кезде расында да өлең тууы өте қиын. Ал егер жаңағы шабытты жаңағы бір айдынға теңедік қой, бір дауыл соғып, болмаса күн күркіреп, жаңағы айдынның беті алай-дүлей бір күйге енген кезде, нағыз адамның сезімге толы нағыз әсерлі жырлар сондай шақта туады деп ойлаймын. Яғни өлең жазуға қандай да бір қуаныш, шаттыққа толы көңіл күй, жүректің ерекше бір қуанышты күйге бөленуі, не болмаса мұңға берілу өлең жазуға әсер етеді, ықпалын тигізеді. Ал енді алғашқы өлеңін қалай жаздың деп жатырсың. Жалпы бұрын енді түртпектеп бала кезімізде енді жазып жүрдік қой, дегенмен де нағыз тұрақты түрде ізденіп, тұрақты түрде өлең жаза бастаған шағымыз ол бозбала кез. Онда маған әсер еткен жаңағы махаббат емес, сол кезде маған әсер еткен Қадыр Мырзалиннің поэзиясы. Қадыр Мырзалиннің өлеңдерін оқығаннан кейін, ол кісі негізінен ақылдың, ойдың, парасаттың ақыны ғой. Ол кісі Қадыр Мырзалиннің жырларын оқығаннан кейін менде де сондай бір даналыққа, ойшылдыққа бір іңкәрлік пайда болды. Сосын тұрақты түрде өлең жазуға тырыстым. Мына жерде Біржан Ахмер деген бауырымыз шетел әдебиетінен кімді оқисың деп сұрақ қойып отыр. Өте жақсы сұрақ. Осыған жауап бере кетсем, жалпы осы уақытқа дейін америкалық, ағылшын және Канада жазушыларының, атап айтсам, америкалық классиктер Оливер Генри, Джек Лондон, Эдгар Аллан По және ағылшын классиктері Оскар Уайлд, Чарльз Диккенс секілді қаламгерлердің, жазушылардың бірнеше әңгімесін қазақ тіліне аударған болатын. Ол ғаламтор сайттарында тұр. Ал соңғы бір жарым жылда орыс әдебиетін оқуға ден қойдым. Осы уақытқа дейін Иван Бунин, Иван Тургенев, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Николай Гоголь, Максим Горький, Федор Достоевский және де Иван Гончаров секілді орыс жазушыларын оқып шықтым. Шығармаларымен, көлемді еңбектерімен, романдарымен таныстым. Ал қазір орыстың кемеңгер жазушысы Лев Толстойдың «Соғыс пен бейбітшілік», яғни «Война и мир» деген 4 кітаптан тұратын үлкен роман оқып жатыр. Бәрекелді, тамаша. Сол дүниелерді оқуға уақыт қайдан табасың? Қазір көпшілік кітап оқуға деген қызығушылық басылып қалған ба, жоқ әлде кітап оқушылардың, оқырмандардың аздығы ма? Сен үшін қалай сезіледі соның бәрі? Енді расында да қазір әркімнің өз жұмысы бар. Сол себепті кітап оқуға уақыт табу қиын. Өйткені жұмыстан бөлек қаншама күйбең тірлік, қарбалас тіршіліктің бітпейтін шаруалары бар. Менің өзімнің кітап оқу жүйем, тәртібім бар бұрыннан бері, студент кезімнен бері. Мен күніне бір 40-50 минут кітап оқуға кем дегенде уақыт табуға тырысам, немесе 1 сағат. Сосын күнде мысалы 15-20 бет оқысам да, 30 бет оқысам да, аз-аздан оқып, 1 айдың ішінде болса да, 2 айдың ішінде болса да, жаңағы қолға алған, оқуға кіріскен кітапты оқып, қалайда аяқтауға тырысам. Өйткені енді мүмкін қарапайым оқырмандарға 1 ай кітап оқып, 1 ай кітап оқымаса, ол кешірімді шығар. Бірақ жалпы әдебиетте жүрген, әдебиетке келіп жатқан жастарға, шығармашылық адамына ұдайы ізденісте болу міндет деп есептеймін. Өйткені үнемі өзіңді жетілдіріп, біліміңді арттырып, ізденіп отырмасаң, даму орнамайды, өрлеу болмайды. Ал өрлеу болмаған жерде шығармашылық табыс жөнінде сөз қозғаудың өзі артық әңгіме деп ойлаймын. Мұнда біздің оқырмандар, достарымыз пікір, сұрақ, сауал қойып жатыр екен. Пікірлерін айтып, Айбат бауырымыз, кейбір өлеңдерің дейді, басқа ақындардың туындысына ұқсап кететін кездер бола ма дейді. Жалпы өзге танымал классикалық, не болмаса қатарлас замандастарымен ұқсастығы бар ма дейді. Мүмкін өзінің бір ерекшелігің бар шығар.
енді ондай жас ақындарда ондай ұқсастық көп кездеседі. Ондай ақын жаңағы басқа бір үлкен классик ақынның өлеңдерін оқып отырсаң, өзің замандасыңның бір айтқан ойларын, қолданған теңеулерін көріп қалатын жағдайлар кездеседі. Жалпы енді ондай жас кезде еліктеу болуы мүмкін, бірақ мүмкіндігінше оған бой алдырмаған жөн. Өйткені жаңа бір тың даңғыл, жаңа соны жол іздеуге тырысқан жөн. Бірақ кей кезде сен бір ақынды қайталайын деп ойламайсың, бірақ өзің жазған өлеңіңді жаңағы үлкен ақын әлдеқашан айтып қойғанын байқайсың. Ол енді ізденістің жемісі болуы мүмкін. Мысалы, бір өлеңді оқып берейін қазір. Оқырмандар, оған дейін сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса жүйелеп жаза отырыңыздар. Біз міндетті түрде қалыс жібермей әр сұраққа назар аударып жауап беруге тырысамыз. Және сіздерден ерекше бір белсенділік күтеміз. Сондықтан бірге болайық, алпамыстың өлеңін алдымен тыңдап, өз ойымызды да айтып отырайық. Қазір. Бұл енді сондай бір ұзақ өлең емес, екі-ақ шумақ. Солай болған дұрыс неге? Мен қазір бұны не үшін таңдағанымды қазір айтып беремін. Таулар неге алыппын деп айтпайды, жұлдыз неге жарықпын деп айтпайды, емен неге беріктімін демейді, гүлдер неге көріктімін демейді, биіктігін бұлдамайды көк неге, қызуымен мақтанбайды от неге, естен шықпай жаратқанның жарлығы, құл екенін сезіне ме барлығы деген осындай қысқа ғана екі-ақ шумақты өлеңім бар. Мен бұл өлеңді жазған кезде негізі ешбір үлкен ақынға еліктеген жоқпын, ешқайдан қараған жоқпын, теңеулерін көшірген жоқпын. Бірақ Олжас Қасым деген ақын ағамыз бірде маған бір түрік ақынын оқыдым, сенің осы өлеңіңе арғақ жағынан ұқсайды екен деп айтты. Енді мен ол түрік ақынын оқыған емеспін, аты да есімде болған жоқ. Бірақ жаңағы оқырманның сұрағына сай жауап беріп жатқаным ғой. Осындай ұқсастықтар өзің ойламаған жерлерден болуы мүмкін. Өйткені әдебиетте прозада әсіресе сюжеттер саны шектеулі. Сол секілді осындай ұқсастықтар болып қалуы ол әбден ықтимал. Мана бір алғашқыда біз өлең жазу адамда қызға хат жазудан басталады, қызға деген ғашықтықтан басталады деп айтқан кезде Айбат Маратов есімді біздің досымыз, мен бір қызға жазғам дейді өлең. Ол қыз содан кейін менімен вообще сөйлеспей қойды дейді. Осындай да қызық пікірлер келіп түсіп жатыр. Сондай-ақ тағы бір сұрақ қарындасымнан келген екен. Әнге сөз жазған немесе жазғыңыз келген сәттер болды ма дейді. Жалпы әнге сөз жазу тақырыбын қозғасақ, қысқа нұсқа осы сұраққа тоқталып. Енді жаңағы Айбат бауырымыздың пікірін оқып, мен де кішкене күлкім келіп кетті дейсің. Күлкім келіп кетті, расында да қызықты жағдай болған екен, бірақ жалпы негізі енді өлеңді түсінетін қыз болады, өлеңді түсінбейтін бойжеткен болады. Бірақ жалпы бұрын жазып жүрген кезде негізі жақсы қабылдайды, ұнататын. Яғни қыз баласы өзіне өлең арнауын ұнататын негізі. Қыздар. Ал енді сосын айтамын. Бірақ енді ол түсінетін, поэзияны түсінетін адам болса. Енді Абайдың ит маржанды не қылсын деген сөз бар деген жыр тармағы бар ғой. Сол сияқты поэзия деген ол тереңдік деген, ол өлең деген маржан десек, түсінетін адам бар да, түсінбейтін адам бар. Сондай. Ал енді жаңағы, айта бер. Жоқ, кейін жауап беремін келесі сұраққа. Жалғастыра берейік, сен енді темпіңді бұзғың келіп тұрған жоқ. Айта бер. Жаңа екінші сұрақ, әнге сөз жазған немесе жазғыңыз келген кездер болды ма дейді. Бұрын студент кезімізде әнші, гитарист, жаңағы өнерге икем бар достарымыз бар болатын. Солармен бірге олар әуенін жазып, мен сөзін жазып ән шығарған кездер болды. Бірақ жалпы кең таралған әнге сөз жазған жоқпын әзірше. Мүмкін Алла қаласа болашақта жаза жатармыз. Жалпы жаңа сұрайын дегенім, сен айтып отырсың ғой, қыздар өздеріне өлең арнағанды жақсы көреді деп. Сен ол нәрсеге, ол тұжырымға, ойға қалай келдің? Енді өлең арнағаннан кейін, өлеңді оқып берсең, риза болып қалғаннан кейін содан байқайсың ғой енді. Сен соған қарағанда қыздарға көп өлең арнаған жігіт сияқтысың ғой?
Жоқ, көп емес, аз. аз. Ондай қатты көп емес. Ондай болса махаббат туралы бір өлеңдерінен көпшілікке тарту етіп едім бе? Қысқа да нұсқа болса, ықшамдысын қайта оқып берсең. Мүмкін Қайталап жүрсең сұрақты. махаббат туралы тақырыпта жазылған өлең болса оқып берсең, мүмкін көрермендердің арасында әлдебіреудің сезімін оятып, қандай да бір өткенінен естелік оралар ойына деген пікір ғой менікі, ұсыныс қой. Мхм. Сондықтан бір махаббат туралы бір өлең болса. Бір өлең ба? Қазір. Иә. Мүмкін жұп болсын деп кейін қоса берерміз енді. Мхм. Осыдан бірнеше жыл бұрын жазған «Жүрек аспанымның жұлдызы» деген өлеңді оқып берейін. Жүрек аспанымның жұлдызы. Бір сұрарым мәңгі мендік бол жаным, көкірегіме шаттық әні толғанын. Білесің бе сені көрген сол күні жүрегіме жүз көбелек қонғанын. Құшағыма жаһан гүлін жинадым да саған жар ғып сыйладым. Адамзаттың ақ сұңқары тәрізді, аппақ екен дидарың. Сені көрген ғажайып бір сол күннен сүңгідім де шыға алмай қалдым мен. Бір көргеннен көзімді алмай қарадым, өн бойымда тулай кетті сан ағын. Төгілгелі тұрған шыққа ұқсайды баурап алар жауқазындай жанарың. Ақын жаны мұхиттың ең көнесі, жүзеді онда махаббаттың кемесі. Мәңгілікке болайықшы жарқыным, екеуміз бір қорамсақтың жебесі. Өлең болып сезімімнің өлшемі, ақ үмітім көтереді еңсені. Қар астынан іздегендей сандалдым бәйшешегім, тапқанымша мен сені. Ғашықтарға арман шекер сағынбал, әлем болып олар дәркес қорыңдар. Менің жүрек аспанымда жалғыз-ақ сендей тұғын бір жұлдызға орын бар. Мәссаған. Мына өлеңді арнағаннан кейін ана қыздың эмоциясын жалпы қабылдаған кезде елестете алмай отырған. Жарайды, не де болса бақытты қыз екен. Көрермендер арасынан әзірге ешқандай қойылып жатқан сұрақ жоқ, бірақ достар, тамашалап отырғандарыңыз реті келсе толғандырған, қызықтырған сауал болса қоя отырыңыздар. Сіздердің назарларыңызда ақын аудармашы апамыз Файзолла шығып отыр. Мінекей біздің қостанайлық айтыскер ақын бауырымыз да өзінің қолдауын демеуін білдіріп отыр екен. Тым болмаса осындай өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар, мүмкін біздің тікелей эфиріміз жандана түсер, қызықты бола түсер деген ойдамын. Сөзімізді, сұхбатымызды емін еркін жалғай берейік, алпамыз. Ол жерде ешқандай бір ресмиліктің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Жақсы, әрине. Жалпы карантин уақыты, қазір көпшілік оқшау үйлерінде отыр, сондықтан да мүмкіндігінше кітап оқып тұрғанда дұрыс деп ақыл айта береміз ғой, бірақ кітапты да бет алды оқи бер дегенмен жұртты сол кітаптан безіндіріп алмаймыз ба деп ойлаймын кей кезде. Бірақ кітапқа бір бас қойған адам одан шыға алмайтыны да белгілі ғой. Сондықтан сен ақынсың, аудармашысың, кітап оқып жүрген боларсың, демалыста қандай кітаптарды қолға алдың, қандай шығармалармен танысып жатырсың. Сол туралы қысқа нұсқа шолу жасай салсаң, мүмкін сен ұсынған кітаптарды осы жерде көріп отырған достарымыздың біреуі қаперіне ұстап қалып, сол кітапты іздеп оқыр, немесе бір қызықты кітапты атайсың ба, әйтеуір бір тізгінді саған бергім келіп отыр осы тұрғыда. Негізі қандай кітап оқыған жөн деген сұрақ жиі қойылып жатады. Бұл сұрақтың жауабын білу үшін ең алдымен оқырманды зерттеп алған дұрыс деп ойлаймын. Егер ол қазақы танымды, қазақы рухты бойына сіңіргісі келетін адам болса, онда оған және өлеңді, поэзияны жақсы көретін оқырман болса, онда оған Темірхан Медетбектің ақын «Көк түріктер сарыны» деген кітабын оқуға кеңес беремін. Сонымен қатар Несіпбек Айтұлының қазақтың жыр шежіресін жасаған поэмалар шоғырын атап айтқанда Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Бердіқожа батырларға арналған поэмалар, Абылай хан, Кенесары хан туралы поэмалар, сосын өткен ғасырдағы аштық жылдары және репрессия тақсіреті туралы жазған Кәмей ұшқан ерлік пен тектілік поэмаларын, сосын Бәйтерек поэмасын оқуға кеңес береді. Ал егер қазақ тарихын білгісі келетін, бірақ поэзияны аса ұнатпайтын, көбіне прозаны ұнататын оқырман болса, онда Ілияс Есенберлиннің «Алтын Орда» және «Көшпенділер»
үш кітаптан тұратын деген осы екі көлемді еңбегін, тарихи шығармасын міндетті түрде оқу керек. Сосын мына Алашорда тарихын білу өте маңызды. Бұл жөнінде Тұрсын Жұртбай ағамыздың өте керемет еңбектері бар. Сосын алашордашылардың өз шығармаларын оқу керек. Сонымен қатар Сұлтанхан Аққұлы Жүсіп және Мәмбет Қойгелді секілді тарихшы, алаштанушы, әлихантанушы ағаларымыз бар. Ал жастардың ішінде Елдос Тоқтарбай деген белгілі, елге танылып үлгерген алаштанушы замандасымыздың кітаптарын, еңбектерін оқумен бірге ол салған видеоларды көріп, жаңа тікелей эфирлерін бақылап отырсаңыз көп мағлұмат аласыз. Сондай. Ал егер қазақ тарихын оқып болып, қазақ тарихын болды бір кісідей білем, сіңірдім, енді шетел әдебиетінен қандай шығармаларды оқығаным дұрыс деп ойланып жүрген адамдар, оқырмандар болатын болса, оларға ұсынатын кітаптар тізімі бөлек. Енді мен өзім оқығандарым ішінен айтатын болсам, америкалық жазушы Джек Лондон мен Оливер Генридің шығармалары өте көркем. Ал жаңағы қылмыстық тақырыпта жазатын Кристи, Эдгар Аллан осы секілді шетелдік жазушылар болсаңыз, сіздің ана қылмыскерді бір автормен бірге анықтауға тырысып, сонымен ой өрісіңіз, логикаңыз дамыр еді деп ойлаймын. Ал бұлардан да басқа жазушылар, мысалы Оскар Уайльдтың Дориан Грейдің суреті немесе Дориан Грейдің портреті деген шығармасы, кітабы қазақ тіліне аударылды. Орысшасы бар екені екі бастан белгілі. Ол жерде енді гуманистік идеяларды, адамгершілік қағидаттарды насихаттайды. Бұл енді тікелей эфирде талдау орынсыз деп ойлаймын. Мазмұнын, мағынасын. Бірақ жаңа сен тарихи кітаптарды ұсынған кезде авторларын да қоса ұсындың. Сол кезде бертінгі қазіргі тарихты зерттеп жүрген, тарих саласында жалпы қарымды еңбек етіп жүрген азаматтарды атадың. Бірақ солардың ішінен мен бір кісінің есімін кезіктірмедім. Сен мүмкін Жөкпелдемеде атамай кеттің, әлде ұмытып отырсың ба? Жоқ, әлде басқа себебі бар ма? Неге бұлардың қатарында Қойшығара Салғараұлы жоқ? Қазақтың руханияты үшін, тарих әдебиеті үшін, түсінікті, қазақтың руханияты, тарих әдебиеті үшін еңбек етіп жүрген қай азаматтың да ниеті түзу, о бастағы мақсаты, пейілі халқымыздың тұлғаларын кейінгі ұрпаққа, бізге, оған, сізге деген секілді насихаттау болғандықтан, қай тұлғаның жаңағы шығармасын оқысаңыз да өзіңізге керекті мәліметтерді аласыз деп ойлаймын. Мен атап өткендерім өзіме ерекше әсер еткендері сондай. Жақсы түсіндім, оған ешқандай талас жоқ. Мына жерде айтыскер ақын Думан Рамазан деген авторды ұсынып отыр. Мінекей, білетін шығарсыз, жалпы ол кісі туралы не айтасыз? Думан ағамыз енді қазіргі қазақ прозасындағы Дәурен Қуат, Амангелді Кеңшілікұлы, Дидар Амантай секілді қазіргі қазақ прозасындағы көшін бастаған жазушылардың бірі Думан Рамазан ағамыз. Бірақ шынымды айтсам, ол кісінің кітабы менің қолыма түскен жоқ. Сол себепті ол кісінің шығармашылығын ештеңе айта алмаймын. Сол маған да қызық көрініп отырған себебі осы, айтыскер ақын. Енді жалпы кітап оқу артықтық етпейді, әрине. Қаншалықты көп оқыса адам. Иә, бірақ енді қолға түскен кітаптың бәрін оқи бергенде дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені себебі анау Қазақстан ұлттық телеарнасының басшысы кім, Еркін ағамыз Танатханұлы,
айтып еді бір сұхбатында, мен өзім сұхбаттасқанмын сол кезде ол кісімен, ұлттық арнаның директоры. Сол кісі айтып еді, кітапты жүйесіз оқуға болмайды дейді. Өйткені себебі дейді да, сен бір кітапты алғаннан кейін, тақырыбын, жанрын таңдағаннан кейін, тым болмаса соның тақырыбымен үйлесетіндей бір қалыпты жүргізіп отырған дұрыс дейді да. Өйткені себебі ана жерден алған білімін екінші бір кітапты қолға алған кезде қалыс қалып қоюы мүмкін дейді. Ал жүйелі түрде оқылған кітап бір-бірімен кәдімгідей шынжыр секілді байланысып, бекіп, әйтеуір бір білімнің негізін қалап жалғастырады, өсіреді дейді де. Соған қалай қарайсың? Дұрыс па негізі айтып отқан, иә, ойы? Дұрыс айтады. Негізі бұндай пікірді Жапонның атақты жазушысы бар Харуки Мураками деген. Оны білесіздер деп ойлаймын. Жалпы Харуки Муракамидің мен орысша норвежский лес, қазақшаға аударсақ енді қараша орманы болады ғой. Норвегия орманы болады. Норвежский лес деген кітабын оқыдым. Онда бас кейіпкер жаңағы осыған ұқсас ұстанымда болады. Яғни бас кейіпкер көзі тірі ақын жазушыларды оқымайды. Неге десеңіз, өйткені ол олардың қалай жазатынын әзірше білмейді. Жазушы немесе ақын, қаламгер қайтыс болғаннан кейін, 5 жыл өткеннен кейін оның шығармашылығы кең тараса, уақыт сынына шыдаса, онда ондай кітапты оқиды. Ал егер уақыт сынына шыдамай ұмытылып кететін болса, ол жазушының оқудан көре салады. Осындай міне Харуки Муракамидің Норвежский лес деген кітабында осындай пікірдегі кейіпкер бар. Енді бұл дегенмен неге өйтеді десеңіз, ол өйткені уақытын кетіргісі келмейтінін айтады. Өйткені кітап көп, оның қайсысын оқу, қайсысын оқымау керектігін Мен бір шетелдік жазушыларды көрмей жатып, естігем, бірақ аты есіме қалып отыр. Иә, оқып көрмесең өзің көз жеткізе алмайсың, ал оның бәрін оқып бітіруге кітап деген мұхит сияқты ғой, әдебиет деген. Қанша ішсең де тауыса алмайсың бәрі. Оны оқып көруге уақытым жетпегендіктен сондай ұстаныммен өмір сүреді. Бірақ бұл жаңағы жапон жазушысының кейіпкерінің пікірі. Бұндай ұстаныммен өмір сүретін адамдар бар, бірақ жұрттың бәрі осылай істеу керек деген сөз емес. Өйткені ақын жазушының іштей қатты күтетін нәрсесі өзінің шығармашылығының бағалануы, оқырмандарының болуы. Егер бүкіл оқырман жаңағыдай түсінікпен өмір сүретін болса, онда көзі тірі ақын жазушылар мүлде оқылмаса, онда ол ақын үшін, жазушы үшін жаңағы қабілетіне шектеу, дарынына бір тұсау болуы мүмкін. Өйткені мен ешкім оқымаса не үшін жазамын деп өзін өзі тежеп тастауы мүмкін. Мысалға, дегенмен бұны айтып отқан себебім осындай пікірлер де бар. Дегенмен ешкім қанша адам болса, сонша көзқарас, сонша ұстаным болатын белгілі нәрсе. Кім қалай есептесе, әрине ол өзі біледі. Жалпы шығыс елдерінің біреуі, қателеспесем, Жапония, жаңа сен айтып отырған, не болмаса Кореяда деймін, жазушылар бүйтеді екен. Мысалы үшін күні кеше ғана естідім, бірақ дәл кімнен естігенім, қайдан оқығаным өзімде есімде жоқ. Бірақ жаңағы Корей не Жапон елінің қаламгерлері жазатын дүниесін, шығаратын кітабын өзінің жаңағы 25 жасына дейін, 30 жасына дейін мысалы жазып, сызып бәрін беріп қояды екен дейді. Ал қалған уақытында кәдімгідей қарапайым жұмысшы, заводта тігінші болып, я тағы бір екінші фабрикада техникалық жағынан жұмыс маман болып, бухгалтер болып деген сияқты техникалық болсын, басқа болсын қоғамға қажетті сен мен біз секілді, мысалы үшін қалай мекемелерде жұмыс істейміз, олар да солай жұмысын жалғастырады екен. Ал бізде қалай? Бізде мысалы үшін бұны айтқан Абылай Малданов деген ағамыз екен ғой. Бізде керісінше ақын болдық па, шығармамен айналыстық па, өмір бойы сол жолмен кетеміз. Сондай бір жаңағы болдым, толдым деген секілді, ақынмын, жазушымын деген сияқты бағыт ұстанып, өмірімізді солай алып жүреміз дейді да, бір ұлы істерге ұмтыламыз дейді жасауға. Ал Жапон не болмаса басқа бір жақтарда болса, қалай айтсам екен, Жапон елдерінде жаңағы олар өздерінің жастық шағында беретін нәрсесін ішінен қайнарын бәрін беріп үлгереді екен. Ал кейінгі зейнеткерлік жасында жұмыс істейді. Сонымен бізге бір пікір түскен екен, Аделия деген оқырман досымыздан. Алпамыс аға дейді, өзіңіз ұнатқан қыз бар ма, және ол қызға өлең арнадыңыз ба дейді.
Жауап бер алпамыс. Жігіт болсаң жауап бер. Қызықты сұрақ. Негізі қазір іздеп жүрмін ұнататын қызды. Әзірше жоқ. Жоқ адамға өлең болмайтыны да белгілі ғой енді. Не? Бірақ бұрын болған, Аха, қазір жоқ. түсінікті. Ал енді, Салмасы Балнұр деген кісі салмасы еді. иә, түсіндік. Енді жалпы қызға өлең арнау деген тақырыпты мана бір қозғап кетіп едік, қайта оралайын деп тұрмыз ғой деймін. Осы бір сәтте бір өлең оқып бересің бе, қайтесің? Әлде әңгіме өрбітесің бе махаббат тақырыбындағы? Өлең оқып берейін. Сол Тиімді болатын сияқты. енді сұраққа сай махаббат тақырыбында өлең оқып берейін. Әсемдіктің кемесінде желкенсің, жарасымды қылығы бар еркемсің, толған айдай нұрлы екен дидарың, аңыздағы хан қызындай көркемсің. Елемейсің саған асық жанды көп, ұстанымың көрінеді мәнді боп, қона кетер не кисең де үстіңе жауқазынның қабығындай сәнді боп. Хабар шығып өлең дейтін өкілді, ақын жүрек сыр ашпаққа бекінді. Мөлдір екен, тұнық екен жанарың, жапыраққа тамған тамшы секілді. Сені көрсем алла бақыт бергендей, күй кешемін нұрлы баққа енгендей, кербез ару ерекше екен болмысың, ертегілер әлемінен келгендей. Бәрекелді. Жаңа бір жоғарыда бізге пікір қалдырған Аделия деген оқырман досымыз үшін берілген жауап деп қабылдағайсыздар. Жалпы лирикалық ақындардан кімдерді оқисың? Осы бір махаббат тақырыбын көп қозғайтын, көп жазған ақындар туралы. Енді бұл сұрағына жауап берместен бұрын мана жаңа жоғарыда айтқан пікіріңе қатысты өз көзқарасымды айтайын. Ақын жазушылар өмір бойы жазып өтеді. Негізі белгілі бір жасқа дейін 20-30-ға дейін берерін беріп болу керек деген жапон жазушысының пікірін айтқан болатынбыз. Иә. Енді негізі мен өз басым бұл пікірмен келіспеймін. Өйткені әркімнің тағдыры әртүрлі. Мысалы, қазақтың Сұлтанмахмұт Торайғыров, Төлеген Айбергенов секілді ақындары ерте қайтыс болған. 27 жасында, 30 жасында. Не болмаса Жұмекен Нәжімеденов, Мұқағали Мақатаевтар 45 жасында қайтыс болды. Енді әркімнің маңдайына бұйырған несібесі әртүрлі. Олар осыншалықты қысқа ғұмыр сүретіндіктен оларға Алла тағала осы жасқа дейін бір керемет туындылар жазуды нәсіп еткен шығар. Енді әркімнің несібесі, рызығы, әркімнің тағдыры, бұйырған рызығы әртүрлі ғой. Бірақ мысалы кейбір ақын жазушылар кеш келіп жатады әдебиетке. Мысалы Ілияс Есенберлин проза жазуды 45 жасында бастаған. Оған дейін ол өлең жазған. Бірақ оның өлеңдері қазір әдебиетте бір керемет дүниелер ретінде бағаланбайды. Ал прозалық шығармалары ол 45 жасында келген прозаға. Яғни Көшпенділер романын атақты. Есенберлинді айтасың ба? Иә. Иә. Ол прозаға 45 жасында келген. Атақты Көшпенділер роман трилогиясын, Алтын Орда роман трилогиясын жасы жерортудан асқан шағында жазған. Осындай әркімнің бұйырған несібесі әртүрлі болғандықтан нақты бір тәртіпке таңу осыған дейін, осы жасқа дейін ақын жазушы жазарын жазып болу керек деген қасаң қағидамен өмір сүру менің ойымша дұрыс емес. Ол әркімнің бұйырғаны әртүрлі болады. Иә, мұнда кенже бауырымыз не айтып жатырсыңдар деп сауал тастаған екен. Жаңадан қосылған көрермен достарымыз үшін тағы бір құлақ қағыс ете кетейік. Төменде жазып қойғанымдай ақын аудармашы Алпамыс Файзолла бауырымызбен онлайн сұхбат құрып отырмыз. Және бүгінгі тақырып әдебиет төңірегінде өрбіп отыр. Жаңағы бір ретте Алпамыстың айтып өткен өзіндік пікірі, көзқарасы менің мына бір сауалымнан кейін туындаған болатын. Ол яғни жапон халықтарында жазатын, қалам ұстайтын азаматтардың барлығы дерлік өзіне 25-30 жасқа дейінгі аралығында беретін дүниелерін барынша беріп кетеді екен де. Қалған зейнеткерлік жасқа дейінгі, одан кейінгі өмірлерінде кәдімгі сізбен біз секілді қарапайым мекемелерде, сондай-ақ фабрика, зауыттарда жұмыс істейді деген көзқараста желеу етіп айтқан болатын, жалпы соған байланысты ғой. Мінекей тағы бір журналист Кенже Қонысбай бауырымыздан сауал келіп түсті. Саған Алпамыс,
қандай аудармаларың бар мхм. дейді, қай елдің жазушыларын аударасың дейді. Жалпы не бітірдің деп тұр ғой қазақша айтқанда саған. Осыншама аудармашы деген атақты алып жүретіндей сен кімсің дейді. Мхм. Түсінікті. Жаңа сенің пікіріңе қосып кетейін, Жанболат. Жаңағы белгілі бір жасқа келгеннен кейін жапон жазушылары мысалы басқа салада ауыл шаруашылығы болсын, техника саласы болсын қызмет етеді екен Көпшілігі, дедім. Енді мен осы уақытқа дейін бір жағынан жаңағы кенже бауырымыздың сұрағына да жауап беруге болады бұны. Мен осы уақытқа дейін оннан астам шетелдік қаламгерлермен сұхбаттасқан болатынмын. Яғни атап айтатын болсам, аустралиялық Қытай ақыны Оу Янг Ю, Непал жазушысы Абхи Субеди, үнді жазушысы Амар Митра, үндінің тағы бір әйел жазушысы Бхая Рукмини Наир, жапон жазушысы Такаши Хаясака, мысырлық аудармашы әрі жазушы Мұхаммед Рият Халваш, Біріккен Араб Әмірліктерінің жазушысы режиссер Насир Әлді Хайери, венгр жазушысы Нора Майорш, израильдік жазушы әрі ұстаз Паулина Гейбл Крафтс және француз жазушысы Тьерри Мариняк, басқа да шетелдік қаламгерлермен сұхбаттасқан болатынмын. Оларға мен осы сұрақты қойдым. Яғни, не үшін жазушы немесе не үшін ақын болдыңыз деген сұрақ қойдым сұхбат барысында. Ол сұхбаттарым Қазақ әдебиеті газетінің сайтында Алпамыс Файзолла деп жазсаңыз шығады. Сонда көпшілігінің жауап бергені мүмкін қолымнан келетін осы болғандықтан жазушы болған шығармын. Яғни бір жағынан Жанболат сенің сұрағыңа жауап, жазушы адамның қолына тек жазу ғана келуі мүмкін. Ол басқа, ол техника саласының маманы болу келмеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы саласының қызметкері болу оның оң жамбасына келетін жұмыс болмауы мүмкін. Жаңа бір жағынан қандай аудармаларың бар деген кенже бауырымыздың сұрағына жауап деуге де болады. Яғни осындай 2018-2019 жылдары Астанада өткен халықаралық әдеби форумдарға келген осындай елдердің осындай жазушыларымен, ақындарымен сұхбаттарым бар. Бұдан бөлек жаңа жоғарыда айтып өттім, негізі тағы қайталайын. Оған дейін сонда сен аудармамен айналысқан жоқсың? Америкалық жазушылар, классиктер. Ау. Мынау 2018-2019 жылы өткен жаңағы шетелдіктердің елімізге келгеннен кейін барып сұхбаттастым деп жатсың ғой. Сонда оған дейін ешқандай аудармамен айналысқан жоқсың ба? Оған дейін аудармамен айналыстым. Оған дейін аударғандарым жалпы 2016 жылдан бастап аудара бастадым. Университетте 4-ші курста оқып жүргеннен бастап. Оған дейін америкалық жазушылар, классиктер, Джек Лондон, Оливер Генри, Эдгар Аллан По және ағылшынның мықты жазушылары Чарльз Диккенс, Оскар Уайлдтың әңгімелерін және канадалық жазушы Стивен Лектің бір әңгімесін аудардым. Олар да әдеби басылымдарда жарияланды, әртүрлі. Атап айтқанда Қазақ әдебиеті, Алматы ақшамы, Үркер, Самұрық, тағы да басқа көптеген газет журналдарда жарияланды және қазір ғаламторда әдеби мәдени танымдық сайттарда бар. Түп нұсқадан аударасың ғой? Түп нұсқадан аудардым, иә. Бәрекелді. Жалпы айта кету керек, осы жерде Алпамыстың мақтағандық емес, бірақ өзім байқаған қырлары. Қателеспесем, сен ағылшын тілін жақсы меңгергенсің. Орыс тілін жақсы. Ағылшын тілін аударым меңгергенсің. Содан кейін парсы тілінен? Жоқ, мен парсы тілін білмеймін. Мен араб тілінен орысшадан аударған. Арабша оқи аласың ғой, жалпы? Арабша оқи аламын, араб әліпбиін білемін. Иә, түркше білесің. Түркше ауызекі сөйлеу тілін білемін. Бұрын жақсы білген, бірақ кейін қолдан болмауға байланысты ұмытылды да, қазір тек ауызша осылай сөйлескеніміз сияқты сондай деңгейде ғана қалды. Сосын орысшадан аударған әдеби аудармалар да бар кейбір. Кім олар? Қандай авторлар? Және қандай шығармалар? Қысқа нұсқа атауымен айтып өтсеңші. Мысалы, Николай Гусев деген адам болған, өткен ғасырда. Ол кісі орыстың кемеңгер жазушысы Лев Толстойдың әдеби хатшысы болған. Яғни басы қасында жүріп, оған көмектескен көмекшісі болған, әдеби хатшысы. Сол Николай Гусев Лев Толстой туралы Лев Толстойдың бір күні деген таң атқаннан бастап кешке дейін не істейтіні жөнінде естелік жазған, сол естелікті аудардым. Сосын Валерий Штейнбах деген орыс тілінде жазатын автордың Майк Тайсон туралы кітабы бар. Тұтас бір кітап, кәдімгі бокстан
әлем чемпионы, кәсіпқой боксшы, атақты Майк Тайсон туралы кітап жазған. Соның балалық шағы қалайша осындай деңгейге жеткені, өмірден көрген, білген, түйгендері жөнінде жазған кітабынан одан да мен үзінді аудардым. Сондай қанатты сөздер Сондай. аудардың, біз оның бәрін көріп оқыдық. Енді айналаңда жүрген таныс біліс бауырларым болғаннан кейін мүмкін кездейсоқ көзқарақты оқырмандар болса, сенің шығармаларымен таныс біліс болып жүрген шығар деген үміттемін. Жалпы құрметті достар, егер қояр сауалдарыңыз болса, жолдаңыздар. Маған да қатысты болсын, Алпамысқа да қатысты болсын, ешқандай сұрақтан қашпайық. Есесіне біздің тікелей эфиріміз қызықты өтеді ғой деген ойдамын. Жалпы Алпамыс, саған осы бір сұхбат қалай әсер етіп жатыр? Жалпы ұнап жатыр ма? Не айтасың? Негізі осындай жоба бастағаның дұрыс болды. Өйткені шығармашылық адам болғаннан кейін біз үнемі ізденіс үстіндеміз, үнемі жаңа бір дүниелерді білуге, үйренуге тырысамыз. Оны мына губка сияқты сіңіре бергеннен гөрі шығарып айнала Өскен дұрыс дейсің ғой. нәрселерді бөлісуге жақсы. Сосын ол сен құр оқығаннан гөрі оқыған нәрсені жұртқа жеткізіп түсіндіріп берсең, ол сенің есте сақталуына да жақсы әсерін тигізеді. Сонымен қатар, егер осы әдебиет жөнінде айтқан әңгімелеріміз аз кем адамға болса да пайдасын тигізіп жатса, ол әрине біз үшін ең бірінші орындағы мақсат деуге де болады. Мінекей, мысалы, дәл қазір бізді тамашалап отырған 2-3 адам болса, ажырамай, мінекей ол кісілердің де бір әдебиетке деген өзіндік қызығушылығы, рухани азыққа деген құмарлығы, жалпы руханиятқа деген сүйіспеншілігі бар азаматтар деп білеміз. Сондықтан сіздерде сауал қойып жатқандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса әлде де қоя беріңіздер. Біз әзір дәл қазір аяқтаймыз демейміз. Жалпы карантин уақыты Астана, Нұр-Сұлтан қаласы ірі қала, және қателеспесем сен жалғыз тұрасың, ата-анаң Оралда дегендей. Сондықтан да карантин уақыты аяқ тұсаулы, барлық жерде тыйым, барлық жер жабық, ешқайда бара алмайсың, жүре алмайсың, тұра алмайсың деген секілді шектеулер көп болды. Сондай кезде бір өзің оңаша қалған кезде ойыңнан не нәрселер келеді? Жалпы жалғыздық саған не береді? Немесе сондай кезде бір қатты депрессияға түсесің бе? Түссең одан қалай арыласың, құтыласың деген секілді өзіндік бір болмысына қатысты сұрақтарға жауап берсең. Енді жалпы кез келген ақын жазушы, кез келген қаламгер бір уақыт оңаша қалуды жақсы көреді деп айта аламын. Мысалы, жоғарыда мен Рукмини Бахаян-Айыр деген үнді жазушысынан, әйел жазушыдан сұхбат алғанымды айтқан болатын. Естеріңізде болса, ол кісіні таныстырып кетейін, алдымен кім екенін. Рукмини Бахаян-Айыр деген кісі үнді жазушысы, халықаралық аренаға, халықаралық деңгейге шыққан. Атап айтқанда Австралия радиосына тұрақты түрде сұхбат беріп тұрады, әдеби хабарға. Атақты BBC-дің Үндістандағы бюросында да жиі сұхбат беріп шығып тұрады. Одан бөлек көптеген халықаралық басылымдарға ой пікірлері, мақалалары жарияланып тұрады, және көптеген тілге оның өлеңдері аударылған. Сол кісіге сұхбат барысында мен күн тәртібі жөнінде сұрақ қойдым. Сол күн тәртібі жөнінде айта келе, ол маған былай айтты: менің санамда бір қалыптасқан керемет күн тәртібі бар деп. Мен таңертең түске дейін жұмыс істеймін, түстен кейін демаламын, сосын кешке не шығармашылықпен айналысамын, не болмаса кештерге барам, болмаса қонаққа барам, не болмаса қонақ күтем, болмаса көңіл күйді көтеретін жерлерге барам деп айтты. Бірақ бұл менің ойымда ғана болады. Үнемі менің осындай керемет күн тәртібім бұзылып кете береді. Неге десеңіз, күйбең тірлік, қарбалас тіршілік соған мәжбүрлейді дейді. Менің ең жақсы көретін нәрсем, сізден маған біреу жақсылық жасағысы келсе, маған ең үлкен алғым келетін дүние бос уақыт деп айтты. Бос уақыт, өзіммен өзім оңаша қалу, тыныштық, ойлану деп айтты. Енді қазір ол кісінің басындағы жағдай бәрімізде бар. Яғни бәріміз карантинге дейін қарбалас тіршіліктен босай алмай келдік. Күнделікті тіпті таңертең ертең жұмыс екенін білесің, сол себепті кешкісін ерте жату керек, ойлануға да мұрша жоқ.
сол себепті мына карантин уақыты өткенді сараптауға, болашаққа жоспар құруға және бүкіл осы уақытқа дейінгі істеген жұмыстарыңды, атқарған шаруаларыңды ой елегінен өткізуге жақсы мүмкіндік берді. Мхм. Сондай. Жақсы, тамаша. Жалпы алдағы уақытта өзің ойластырып жүрген дүниелермен бөлісе аласың ба? Жалпы шығармашылық болсын, идеяларыңмен. Енді басты мақсат сол шығармашылықпен айналысу, іздене түсу, өлең жазу, аударма жасау. Осы бағытта еңбектене беру, жалпы шығармашылық. Ал өзіңмен қатарлас жүрген замандастарың туралы не айтасың? Әсіресе олардың шығармашылығы туралы. Ассалаумағалейкум, қақа. Енді Қалайсың? ассалаумағалейкум. Қазір замандастарымыз шама шарқынша әрқайсысы ізденіп, әрқайсысы жазып жүр. Осы карантинде кім не істеп жатқанын тілге тиек ететін болсам. Аға, дос, бауыр замандастарымыз ішінде ақын Олжас Қасым балаларға арналған топтамасын жазып бітірді. Бұйырса жариялана жатар. Мөлтек сырлар жазып жүр әртүрлі тақырыпта. Сосын жазушы, әдебиеттанушы, алаштанушы Елдос Тоқтарбай Абайдың 175 жылдығына байланысты Абайға арналған үлкен бір зерттеу еңбегін жазып бітірді. Ол да Алла қаласа алдағы уақытта жарық көріп жатар. Одан бөлек әртүрлі жолдармен жазып та, айтып та, әлеуметтік желілерде онлайн кездесулер трагедияға толы ғұмырын насихаттап жүр жаңағы Елдос Тоқтарбай. Сосын ақын Айдын Байыс, жас ақын. Жақында бір топ Нафил Умут деген Әзербайжан ақынның бір топ өлеңін қазақшаға аударды. Өте сәтті, өте жақсы шықты. Одан кейін Нұрбек Нұржанұлы деген ақын досымыз ақ өлең мен қара өлеңді қатар жазып жүр. Одан кейін поэзия жанрында ғана қалам тербемей, прозаға да бет бұрып, жақында бір психологиялық үлкен роман жазып бітірді Нұрбек Нұржанұлы. Оған ақын ағамыз Дәулетбек Байтұрсынұлы әлеуметтік желіде жылы пікірін білдіріп, жұртқа жар салып, сүйінші жасап. Сосын Батырхан Сәрсенхан деген аға буынға да, ата буынға да, замандастарымызға да, жастардың арасында да танылып үлгерген ақын досымыз қазір шетел тілдерін меңгеруді кәдімгі қолға алып, сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Осындай Біздің сұхбатымызды керемет деп бағалап жатыр екен. Аделия, сізге көп рахмет. Және бізге одан әрмен сұхбатымызды жақсы, қызықты етіп жалғастыру үшін сауал қойып отырсаңыздар жөн болар еді. Өздеріңізді толғандырған сұрақ болса, екеумізге де қатысты сұрақ қоя беріңіздер. Сөйтіп біз бүгінгі тікелей эфирдің көркін қыздырайық. Сіздерге де мүмкін пайдалы дүниелер айтылып қалар деген ойдамыз. Жалпы өзіңізден кіші алпамыз осы бір сұхбатқа айта бер. Мына жерде бір сұрақ бар екен. Өзіңізден кіші ақын жазушылардың шығармаларын оқисыз ба дейді. Негізі біз қазір, біздің буын енді жасымыз 25 ғой, қазір әдебиетте ең жас буын емес. Бізден кейін, бізден 5 жас, 10 жас кіші жастар, қарындастарымыз әдебиетке келіп жатыр әлі де. Қазірде олардың шығармаларын шама шарқымызша әдеби сайттардан оқып тұрамыз, бірақ енді олар әзірше енді ғана шығатын болғандықтан әзірше көп көзге түсе бермейді. Енді алдағы уақытта жаза түссе, бірте-бірте танылар, шығармалары әдеби басылымдар мен сайттарда, порталдарда кең тарар. Сосын оған бізде жаңағы тұрақты оқитын, бақылап отыратын болармыз. Ал егер жекемізге барасың, болады кейбір студент қарындастарымыз, болмаса тіпті оқушы қарындастарымыз, аға мынаны оқып көріңізші деп шығармаларын жіберетін жағдайлар болады. Ол кезде енді мен арнайы уақыт бөлем оқу үшін, сосын өзімнің пікірімді айтамын, артықшылықтары мен кемшіліктерін әділ түрде көрсетіп беруге тырысамын.
Сәлеметсіз бе, Ұлмекен? Сізге де қайырлы кеш. Қандай ақынның шығармаларын сүйіп оқисыз деп сауал тастаған екенсіз. Біз бұл сұраққа мана қателеспесем жауап беріп кеттік деймін апамыз, иә? Сонда да енді саламатсыз болу екен, сұрағыңызға рахмет. иә, жауап берейік. Жалпы енді қазақта мықты ақын жазушы көп негізі. Ақын жыраулар поэзиясынан бастайтын болсақ, Абай мен Махамбеттің өлеңдері қандай, Ілияс Жансүгіров, Мағжан Жұмабайұлының жырлары қандай, Қасым Аманжолов, Сырбай Мәуленовтердің, Әбу Сәрсенбаевтардың өлеңдері қандай. Одан кейінгі әдебиетке 60-шы жылдары келген толқын, тіпті өткен ғасырдың 60-шы жылдары келген толқын тіпті керемет болды. Қадыр Мырзалиев, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Жұмекен Нәжімеденов, Тұманбай Молдағалиев, Сағи Жиенбаев, Фариза Оңғарсынов, Мұхтар Шаханов, бұлардың бәрінің де өлеңдері халыққа кең тарады, әрқайсысының берері бар. Олардан кейін Жәркен Бөдеш, Темірхан Медетбек, қазір көз тірі ақындарды айтып өтейін. Өйткені көз тірі ақындар әзірше соншалықты бір әдебиеттің төңірегінде жүрген адамдардың арасында болмаса, жалпы жаппай халыққа әзірше кең тарай қойған жоқ. Яғни Темірхан Медетбек, Жәркен Бөдеш, Есенғали Раушанов, Ұлықбек Есдәулет, Гүлнәр Салықбай, осындай Несіпбек Айтұлы бар, тағы басқа ақындардың шығармалары маған қатты әсер етті. Оларды өзге оқырмандарға да оқуға кеңес беремін. Бәрекелді. Рахмет. Құрметті достар, сіздерде сауал бар ма? Болса қойып үлгеріп қалыңыздар. Немесе біздің сұхбаттасып отырғанымызға 1 сағаттай уақыт болды ау деймін, қателеспесем алпамыз. Сондықтан да түйіндесек, бізге уақытында арнап сұхбаттасып, өз ой пікіріңмен бөлісіп жатқанына көп рахмет. Құдай қаласа, бұл негізі 20 минут деп алған жобамыз атау солай қалғанмен ұзақтығы мерзімі жөнінде әлде де көп өзгеріске ұшырайтын секілді. Сенің достардың арасында сұрақ қойғандар бар ма, алпамыз? Жалпы жоқ болмады, амандасқандар болды, бірақ сұрақ қойғандар. Қазір келіп тұрма дегенім ғой. Сұрақ қойған. Қазір жоқ қой сұрақ, иә? Жоқ, онда жоқ. Негізінен менде де жоқ екен сұрақ, сауал қойылған жазбалар екеуміз екі бөлек көрсетілетін секілді, мен түсінуім бойынша. Егер қарсы болмасам, осымен сұхбатымызды түйіндейміз ау деймін. Өйткені себебі оқырмандардың тарапынан да әзірге ешқандай сауал жоқ. Біз өзіміздің қозғағымыз келген тақырыптарды барлық қозғап, мүмкіндігінше ашып өттік. Сондықтан өзің оқырмандарға алғысыңды айтып түйіндесең. Жақсы, баршаңызға рахмет. Әдебиетті оқиық, таным көкжиегімізді кеңейтейік, әрдайым білімімізді арттыруға тырысайық. Айтарым осы. Жақсы, рахмет. Сіздермен бірге болған мен Жанболат Кенжеғұл және ақын аудармашы алпамыс Файзолла. Көріскенше күн жақсы. Құдай қаласа тағы да осындай тікелей эфирлерде жолығып тұрайық. Тыңдап, қарап көргендеріңізге көп сау болыңыздар. Сау болыңыздар.